Ақсай қаласына келген меймандар нөмірі 6 орта мектепке келді. Мектеп биыл лицей болып қайта құрылған болатын. Математика және жаратылыстану бағытында тереңдетіліп оқытылатын 26 сынып бар. Оның 18-і қазақ тілді, қалғаны орыс тілді сыныптар. Бұдан соң аудандық өлкетану мұражайына келді. Бөрлі тарихи өлкетану музейінің директоры Руслан Азаматов келген меймандарға өткен жылы күрделі жөндеуден өтіп, жаңа жәдігерлермен толыққан музейдің тыныс-тіршілігімен таныстырды. Кезеге кіргенде ер адамдардың заттары оң жағында, әйел адамдардың сол жағында тұрған. Себебі мына жерде адалбақанымыз бар. Адалбақан бұл қазіргі таңда киім ілгіштің кезінде рөлін атқарған. Бұны жай ғана әйел адам ұстамаған, себебі бұл дейтін қазақтың тұрмыс тіршілігінде қасиетті деп саналған. Тек қана бұны әйел адам ұстайды, толғаға қысып босанар кезде ғана ұстаған екен. Бұл адалбақанды қасиеттілігі бұның сода. Сонымен қатар мына жерде жылқының және түйенің басынан жасалған біздің экспонаттарымыз бар. Бұдан соң меймандар нөмір 5-ші ертегі балабақшаға келді. 10 топта 260 бала тәрбиеленіп жатқан ертегі балабақшасында балдырғандар үшін барлық жағдай жасалған. Балалар денсаулығына пайдалы тұз шақтысы бар. Бала болашағының негізі ұлттық тәрбиеде дейтін ұжым биыл Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арнап ұлттық бұрыш ұйымдастырыпты. 90 жылы пайдалануға берілді. Биыл 30 жыл болады. Біздің балабақша адалас. 5 қазақ, 5 орыс тобы бар. Қазіргі таңда 67 қызметкер жасайды, соның 28-і педагог. 28 педагогтың 9-і жоғары санатты. Балалардың тәрбие мен білім алуы, тамақтануы, балабақша тәрбиешілерінің біліктілігі келген қонақтарды тәнті етті. Балабақшаның жұмыстарымен танысқан қонақтар бүгінгі ұрпақ тәрбиелеп жатқан мектепке дейінгі мекемелердің жұмысына оң баға берді. Все впечатляет, действительно, не только государственные деньги здесь видны, что вот они Мені ерекше әсерге қалдырды. Балалардың дамуы жолында қазынадан бөлінген қаржыдан бөлек ұжымның жаны мен барын салып жұмыс жасайтындары көрініп тұр. Жаңа жобалар тың идеяларымен жұмыстануда. Бірнеше идеялар, әдіс-тәсілдерді өзіме түртіп алдым. Ғимараттың сырты да, іші де көрнекі құралдармен көз тартарлық. Біздер бас сұққан кейбір мектеп пен балабақшалардың салынғанына 20-30 жыл болғанына қарамастан ғимараттар мұнтайдай таза, жәрі, жаңа күйінде. Бұдан соң жұмыс кестесі аудандық әкімдікте білім саласы мәселелері тақырыбында облыстық кеңеске ұласты. Айта кету керек, облыстық білім сапасы Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің тарапынан жылма-жыл білім саласының жай-күйі туралы ұлттық баяндама жасалып, өңірлердің білім жүйесінің қорытындысы индексі шығарылып отырады. 2018 жылдың қорытындысы бойынша Батыс Қазақстан облысы Алматы және Павлодар облысынан кейін алдыңғы қатардағы үштікке кірді. Бұл жақсы нәтиже болғанымен білім саласында шешуді талап ететін сұрақтар бар. Қазіргі таңдағы облыстық білім басқармасының жағдайы және кейбір өткір мәселелер. 2019 жылы республика көлемінде 6973 мектептің 31-і авариялық мектеп, 124-і 3 ауысымды мектеп болса, оның ішінде облыс бойынша 12-сі апатты, 8-і 3 ауысымды мектеп бар. Жалпы облыс бойынша апатты және 3 ауысымды мектептер санының өсуіне төмендегідей себептер бар. Апатты жағдайдағы мектептердің алды 1935 жылы пайдалануға берілген және қажетті күрделі жөндеу жұмыстары уақытында жүргізілмеген. Облыс көлемінде жылма-жыл күрделі жөндеуді қажет ететін мектептердің 3-4% ғана да күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Жылма-жыл аудан мен қала бойынша мектептердің ағымдағы жөндеу жұмыстарына бөлінетін тиісті қаржы бөлінбейді. Жиында көтерілген өзекті мәселе оқушылардың қауіпсіздігі. Айта кету керек, мектеп әжетханаларының мектептің ішінде болуы, бейне бақылау камераларының орнатылуы. Облыс бойынша 179 мектепке ішкі әжетханалар орналастыру қажеттілігі болса, оның тек 92-сінде әдейі қарастырылған орындары бар. 114 мектептер кәріз жүйесі мүлдем қарастырылмаған. Облыстың 289 мектебінде 116 балабақшаларында бейнебақылау камералары орналастырылған. Сондықтан аудан, қала әкімдіктеріне тиісті жүйелердің болуын ескере отырып, білім беру ұйымдарын ішкі дәретханалармен қамтамасыз ету бағытындағы шараларды алу, бейнебақылаулармен қамтамасыз етілген білім беру ұйымдарындағы серверлердің бақылауда болуы бағытындағы шараларды алу жөнінде тапсырмалардың орындалуын қатаң бақылауға алу қажет.
Жиында пәндік олимпиада оқушыларының сапалы білім көрсету үшін жұмыстану, білім саласындағы жаңартылған білім беру мазмұнына көшу жұмыстары, сондай-ақ сыныптарды компьютермен жабдықтау, ұстаз мәртебесі, оқушылардың арасында суицидтің алдын алу бойынша мәселелер көтерілді. Жалпы Бөрлі ауданын бұрыннан да білеміз. Біз бұған дейін де келіп жүрген болатынбыз. Бүгін де біз Бөрлі ауданында мектепке дейінгі ұйымдар мен мектептердің даму үстінде екендігін көрдік. Жылдан жылға дамып жатқандығын, мектептердің материалдық базасының жоғары деңгейде екенін, мектепке дейінгі ұйымдардың сапасын көріп, өзімізге кейбір керекті нәрселерді түртіп алдық. Жалпы бұның барлығы да осы егемендіктің, еліміздің тұрақты дамуының негізі деп есептеймін. Жалпы елімізде білім беру жүйесінде соңғы кезде көптеген реформалар болып жатыр. Бұл әрине егемендік алғаннан бері болып жатқан үрдіс. Еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тамыз конференциясында сонымен бірге соңғы жолдауында айтқан педагогтарға байланысты еңбекақының өсуі, соңғы жаңалық педагог мәртебесі туралы заңның қабылдануы, бұл жалпы үлкен жаңалық деп есептейміз. Бұл біздің педагогтарға серпін беретін, мотивация беретін бір үрдіс болды, жаңалық болды деп ойлаймыз. Жиында көтерілген мәселелер бойынша тиісті шешімді табу жолында жұмыстануға тапсырма берілді. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабақожаев, Қарашығанақ арнасы.